Қайырымды футболшы Дидье Дрогба. Қазіргі таңда әлемдік деңгейдегі шебер футболшылардың бірі сөз жоқ. Дидье Ив Дрогба Тибили. Бұл жігіт 1978 жылдың 11 наурызында Африка құрлығында орналасқан Кот-д'Ивуар елінің Абиджан қаласына дүниеге келген. Атақты аяқдопшы өзінің 40 жасқа толуына байланысты осы маусым соңында спорттық өміріне нүкте қоятын мәлімдеді. Бұған дейін еуропалық танымал клубтар Леман, Генгам, Марсель, Челси және түркиялық Галатасарай, қытайлық Шанхай Шенхуа сапында ойнаған азамат. Қазір ақш-тың 2-ші дивизиондағы Phoenix Rising командасына доп теуіп жүр. Әсіресе 2004-2012 жылдары Челси сапында аладопты ойнатқан Дрогба ағылшын премьер-лигасында 100 гол соққан алғашқы қара құрлық өкілі ретінде тарихта аты қалды. Осы құрамада жүріп чемпиондар лигасында топ жарды және ағылшын премьер-лигасының 4 дүркін жеңімпазы атанды. Арман еткен ала добыңмен айналыс. Дрогба туғанда елінің әлеуметтік жағдайы ауыртын, жұрт жоқшылықтың қамытын киген. Адамдардың өмір сүру орташа жасы бар жоғы 46. Білім беру ісі жолға дұрыс қойылмаған. Балалар өлімі өлшеусіз етек алған. Әрбір 1000 сәбидің 10% жастай шетінейді. Екінің бірі Еуропаға босқысы келеді. Қысқасы Дрогба осындай ортада өсті. Бірақ оның әке-шешесінің екеуі де банкте жұмыс істейтін. Өздері 7 ағайында. Соның өзінде тапқан таянғандар отбасына әзір жететін. Бір күні ата-анасы үлкен ұлы Дидьеге: "Сен қарағым, Францияға бар. Ол жақта өзің білетін Мишель ағаң тұрады. Шамаң жетсе, арман еткен ала добыңмен айналыс" деп батасын береді. Ата-анасының рұқсатын алған бала Еуропаға беттейді. Мишель ағасына келеді. Ағасының жолын қууға бекінген бала әуелі жасөспірімдердің Левалио командасында 1 жыл ойнайды. Ала допты аяғында ойнатқан жігіт 2-ші лигада өнер көрсетіп жүрген Леман командасына ауысады. Кешікпей жоғары лиганың жиегіне жете қабыл Генгамға барып, келісімшарттың уақыты аяқталғанға дейін өткізген 45 ойында 20 доп соғып, осылай үлкен футболдағы даңғылы басталады. Күн сайын құлпырып келе жатқан қара жігітті Англияның Челсиі дереу 24 миллион фунт қаржыға сатып алады. Бұл баға сол тұста рекордтық көрсеткіш еді. Уар рухы биік Кот-д'Ивуар халқы. Дрогба өз елінің патриоты, бейбітшілік үшін күрескер, туған елінің тыныштығы үшін қолынан келгеннің бәрін жасап жүрген үлкен қайраткер. Айталық 2000-ші жылдары Кот-д'Ивуарда азаматтық соғыс басталды. Тіпті 2002-2007 жылдары халық қантөгістен көз ашпады. Дәл осында елшілік қырғын өршіп тұрған кезде, яғни 2006 жылы Германияда футболдан әлем чемпионаты өтті. Бұл дүбірлі додаға Кот-д'Ивуарда қатысты. Дрогба айтты, әлемдік доданың алаңына шығар алдында ол барлық командаластарын шақырып алды, ақылдасты. Ел жұртқа бейбітшілік аса қажет екенін түсіндірді. Өйткені команда сапында соғысып жатқан екі тараптың да жігіттері бар еді. Судан бері бірдей бір-бірін құшақтаған күйі жасыл алаңда қаздай тізерлеп тұрды. Сөйтті дағы дүние жүзіне репортаж жүргізіп жатқан алып камераға қарап: "Уа рухы биік Кот-д'Ивуар халқы, біз еліміздің шығысы мен батысы, оңтүстігі мен солтүстігінде дүниеге келген футболшылардан жасақталған командамыз. Еліміз үшін әлем алдында бәйгеге түсудеміз. Біз бірге болсақ қана жеңіске жетеміз. Сондықтан еліміздің әр азаматын бірлікке шақырамыз. Кот-д'Ивуарда жазықсыз қан төгілмесін. Кот-д'Ивуарда бейбіт заман болсын" деп бір дауыспен күңірене үн тастады. Біз бейбітшілік үшін біргеміз. 2006 жылдың соңында қақтығысқан қос тарап келісімге келіп, елде атыс шабыс саябырсыды. Соғыстан өте көп зардап шеккен елдің солтүстігіндегі Буаке қаласы болатын. Қала халқы өте жабырқаулы еді. Осы жұрттың жабырқаған көңілін көтеріп, рухани серпіліс беру үшін 2006 жылы Дрогба Африка құрлығының ең үздік футболшысы атанған жүлдесін көтеріп осында келді. Қала тұрғындарының алдында сөз сөйледі. "Бұл жерге келуімнің себебі, бүкіл әлемге мен де осы Кот-д'Ивуар азаматтарының бірі екенімді, сіздермен қаным мен жаным бір екенін естіртуі. Біздің арамызда оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс және орталық болып бөлінетіндей алауыздық болмауы тиіс. Біз бір елміз. Бұл ел біз бен сізге ортақ" деп ұзақ сөйледі. Осы тұста Африкада құрлық чемпионатына іріктеу ойындары жүріп жатты. Кот-д'Ивуар кезекті ойынын өз алаңда Мадагаскар құрамасымен өткізуге тиіс болатын. Осы мүмкіндікті пайдаланған Дрогба аталмыш ойын елдің солтүстігіндегі Буаке қаласында өтуіне бар күшін салды. Ақыры солай болды. Ойынға халық көп жиналды. Дрогба өз командасын "Біз бейбітшілік үшін біргеміз" деген ұран астында алаңға алып шықты. Сөйтіп 2007 жылдың 3 маусым күні Буаке қаласында Кот-д'Ивуар мен Мадагаскар ұлттық құрамалар кездесіп, Дрогба рухтандырған алаң иелері қарсыластарын 5-0 есебімен тас-талқан етті. Қолыңдағы дүниені өзгемен бөлісуге міндеттісің.
2012 жылы Дидье Дрогба Англияның Челсиден Қытайдың Шанхай Шенхуа атты футбол командасына ауысты. Дрогбаның Еуропадағы басқа да белді клубтардың қатарын толықтыруға мүмкіндігі болған. Алайда ол Қытайды таңдады. Себебі туған елі қиын-қыстау кезеңде тұрды. Азаматтық соғыстың зардабы әлі толық жойылмаған. Экономика құлдыраған. Осының бәрін ой елегінен өткізген азамат қытайлықтарға шарт қойды. Мен сіздердің клубта бір жыл ойнап, жергілікті футболшылардың тәжірибесін жетілдіруге күш салайын. Сіздер менің туған еліме инвестиция қойыңыздар. Артынан осындай шартпен Түркияның Галатасарай клубында да ойнады. Жалпы футболшылар өзінің жеке бас пайдасы үшін сатылады. Ал Дрогба болса елінің қамы үшін сатылып жүрді. Бүгінде Дрогбаның өзі де тікелей Кот-д'Ивуар елінің дамуына инвестиция құйып отыр. Нақты айтар болсақ, елдегі алтын кен орындарының біріне қаржы құйып, үлесін сатып алған. Сол арқылы тұралап қалған ел экономикасына серпін беріп, аталмыш кен орын жабылып қалудан сақтаған. Дидьені өз елінің ғана емес, тұтас Африкадағы қиын жағдай алаңдатады. 2007 жылы ол Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы бойынша ерікті елшісі атанды. Сол жылы өзінің тікелей бастамасымен Дидье Дрогба қоры құрылды. Аталмыш қордың негізгі жұмысы Африка халықтарына білім беру және денсаулықтарын сақтау мәселелеріне қаржылай қолдау көрсету. Сондай-ақ Дрогба Африкадағы кедейлерге қаржы жинау мақсатында көптеген қайырымдылық шараларына тұрақты қатысып тұрады. Оның өзі туып өскен Абиджан қаласында медициналық орталық салуға 3 миллион фунт стерлинг бөлгенін айта кетейік. Бұл дегеніңіз бүгінгі есеппен кем дегенде 4,5 миллион ақш доллары. Қордың жұмыстарына оң баға берген Біріккен ұлттар ұйымы Дрогбаны спорттан тыс ізгіліктері үшін атты сыйлықпен марапаттады. Дрогбаның өмірлік ұстанымы: егер қолыңда дүние болса, оны өзгемен бөлісуге міндеттісің.